Еліміздің солтүстігінде тұрғындар тасқынға тосқауыл болатын бөгеттің құрылысына қарсы шықты. Өйткені балшықтан көтерілген қорған тура үйдің ауласымен өтеді. Тіпті ауыр техника жұрттың бау-бақшасы мен қора қопсысын қиратып кеткен. Ол аздай биіктігі 2 метрге жететін дамбадан баспанасына кіре алмай қалғандар да бар. Ағайшы мен қыз қайнаған жұмысты тоқтатуға тырысқан халық жергілікті билік басқа үй берсін деп отыр. Менімен рұқсат сұрамай, осы менің жеріме келіп, дамба салған, өз мен жерімді алып қойып отыр. Ауыр техника Болат Сартаевтың қора қопсысын бұзып көкөніс егетін бау-бақшасының астан-кестеңін шығарыпты. Бұл қарқынмен жұмысшылар баспанамды да талқандайды дейді жігіт ағасы. Ашынған азамат тура ауласынан өтетін бөгеттің құрылысына түбегейлі қарсы. Командировка келсем, өз территориямның жартысына дамба салып, рұқсат сұраған жоқта, неткен жоқта, согласовать еткен жоқта. Қазір мен огородым, қойдың ұстаған шашпасын бәрі бұзып тастады. Мал ұстай алмайым, қора бұзылып отыр. Соны малын бәрі сатып отыр үйде. Территория берсін, басқа үй берсін бе, білмеймін. Үйге тұратын нем жоқ. Тасқынға тосқауыл болатын бөгеттің құрылысы басталғалы бескөлдіктердің тынышы қашқан. Себебі 2 метрлік қорған 10-нан астам үйге тақалып салынып жатыр. Тіпті кей баспананың ауласына кіріп дәл есігінің алдымен өтеді екен. Тау болып үйілген топырақтан жұрт үйімізге де кіріп шығуымыз мұңға айналды деп күйінеді. Нам снесли все заборы совершенно. Осы бөгетті салған кезде бәріміздің қоршауымызды бұзып өтті. Ешкім рұқсат та сұрамады. Ал бәрін енді өз ақшамызға орнына келтіруге мәжбүрміз. Басқа жерге ол көшіргісі келмейді. Жер көп қой, баспанамыздың тура алдынан салып жатқандарына таң қаламын. Ал әкімдік қызметкерлері тұрғындарды басқа жерге көшіруге негіз жоқ дейді. Тіпті бюджетте осы мақсатта қаржы да қарастырылмағанын айтады. Ал бөгеттің құрылысы аяқталған соң абаттандыру жүргізіліп, үйлердің маңын қалыпқа келтіру жоспарланған екен. В целом хочется сказать, что данные люди имеют некий корыстный интерес. Олардың өтемақы сұрап немесе басқа үй талап етуі заңсыз, өйткені бөгет кедергі келтірмейді, яғни ауланың алдымен өтеді. Ал үйге баратын жолдар көктемге дейін реттеледі. Мердігерлер құрылыс жұмыстары аяқталған соң бәрін қалыпқа келтіреді. Жергілікті билік ешкімге өтемақы төленбейді деп кесіп айтты. Яғни бөгет тұрғындардың жайлы өміріне еш кедергі келтірмейді деп есептейді. Ал жұрт әкімдіктің шешімімен келіспесе сотқа арыз түсіре алады деп отыр. Айта кетейік, 2024 жылғы алапат тасқыннан кейін аймақта осы бөгетті салуға 2 миллиард теңгеге жуық қаражат бөлінген болатын. Махаббат Нұржанқызы, Руслан Жасұланұлы, Информбюро, Солтүстік Қазақстан облысы.